сіздермен бірге Абай жастар подкаст жобасы және тізгіндемен Ботагөз Мұратқызы. Көктемнің құлпырған шуақты күндермен бірге 8 наурыз халықаралық әйелдер күнінде келіп қалды. Осы орайда біз өнер жастар саясатының дамуына үлес қосып жүрген Бриллиант шығармашылық мектебінің негізін қалаушы, Семей қалалық мәслихат депутаты Мадина Еділбековнамен сұхбат өрбітетін боламыз. Мадина ханым, қош келдіңіз. Өзіңізді көргенімізге қатты қуаныштымыз. Қош көрдік, рахмет. Енді бірден сұрақтарымызға көшсек, ең алдымен өзіңіздің шығармашылығыңызға келсек, сіздің шығармашылығыңыздың бастамасы қайдан болды? Шыны керек, мен өзі мектеп кезінен бастап өте белсенді баламын, мен ата-анам көп бізге үлес қосты. Студент кезінде өте белсенді болдық. Енді ол кезде бізде жас организациялар өте көп болды. Сол кезде біз жұмыс жасадық. Қазіргі таңда бізде Қазақстан бойынша 10 филиалымыз бар. Мен туған сіңілім екеуміз бастадық осы мектебімізді. Енді ол біз кішкентай кезіміздегі арманымыз болған. Ол кезде біз Алла Духова бар, Тодос деген би мектебі үлкен болатын. Соған қарайтынбыз, бізде де осындай мектеп болса ғой деп. Енді қыздар мектебін қаладық көбінесе. Сонымен жұмыс жасап, 2016 жылы біз туған сіңілім екеуміз өзіміздің жинаған кішігірім ақшамызбен осындай мектеп аштық. Қазіргі таңда бізде енді Қазақстан бойынша енді креативный мектеп болып саналады. Солай. Жақсы, рахмет. Енді қазір Инстаграм беттерін ашатын болсақ, ол жерде мотивацияны қайдан аламыз, мотивацияны алу көздері деген сияқты әртүрлі бір курстар ашылып жатыр. Енді ол 10 жыл бұрын ондай курстар болмаған шығар. Енді сіздер мотивацияны қайдан алдыңыздар, сол туралы айтып берсеңіз. Енді мотивация, ол кезде мотивация емес, енді амбиция көп болды бізде. Шыны керек, ол кезде бізде ресурстар болмады. Андай коучтар болмады, ментор деген қазір енді немене ғой, енді қазіргі таңда современный тілде айтқанда. Біздің енді арманымыз болды, мақсатымыз болды. Но мен жастарға айтарым, қазіргі таңда өте көп енді интернет площадка бар, өздерінің кумирларын қояды. Но енді мотивация, мен кеңесім жұмыс қана жасау керек. Өзіне мақсат қойсаң, сен үшін ешкім барып істеп бермейді. Ой, сен әдемі қызсың ғой, давай біз сені ана жерге неметейік, қолдайық деген ондай жоқ. Ол сен өзіне байланысты. Ізденіс керек. Ізденіс керек, ниет дұрыс болу керек. Егер сен өз жұмысының маманы болу керексің, өз жұмысыңды жақсы көру керексің. Сол кезде сенде бәрі табыс та болады, мақсаттарына жетесің. Енді адамдар да сені енді қолдайды. Жақсы, рахмет. Енді осы 9 жыл, шамамен 10 жыл деп айта берейікші, енді сіздің жұмыста жеткен ең үлкен жетістігіңіз қандай? Енді ең бірінші, мен ойлаймын, ол бізге келген ата-аналардың рахметі, балалардың көрсеткен результаттары осы 10 жыл ішінде. Өйткені біздің мектебімізден 10 мың шақты бала өтті, енді даже көбірек. Енді қазір мен санын айта алмаймын. Енді ойлаймын, енді жетістік ол біз былтыр креативный индустриядан біздің президентімізден ару ана алғысын алдық, сондай награда алдық. Енді мен ойлаймын, ол бізге біздің жұмысымыздың жетістігі, ол менің ғана емес, менің туған сіңілім ғана емес, ол біздің бүкіл командамыздікі, ата-аналарымыздікі, балаларымыздың, ол біздің енді бәріміздің жетістігіміз деп ойлаймын. Жақсы. Ару ана лауреат атанған кезде сіздегі бір ішіңіздегі толқынысты, өзіңіздің сезіміңізді айтып берсеңіз, осы жетістікті алатыныңызды өзіңіз білдіңіз бе, сізге алдын ала ескертілді ме? Шыны керек, мен білмедім. Ол бізде 7 наурызда болды, енді салтанат түрде. Мен 6 наурыз күні білдім. Шыны керек, сенген жоқпын. Қазір таңда да мен үшін ол бір неме түс сақылды көрінеді. Енді өте қуаныштымыз. Мен ойлаймын, енді ол біздің адал еңбегіміздің жеңісі деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Енді Бриллиант шығармашылық мектебіне келсек, осы Бриллиант шығармашылық мектебінің басты мақсаты мен оның идеясын айтып берсеңіз. Идея, енді қазіргі таңда креативный индустрия
өте дамып жатыр. Біз ол креативный индустрияны сол 9 жыл бұрын бастап кеттік. Енді біз ол кезде білген жоқпыз, енді сол салада жүргенімізді. Енді шығармашылық да бриллиант мектебі деп солай жүрдік. Енді қазіргі таңда біздің мектеп басқа қалаларда ашылады. Енді ең бірінші мақсатымыз біздің мектебіміздің балаларды өсіру, балаларды творчество жағынан, креатив жағынан, сол жағынан дамыту. Және де үлкен жобалар жасау, Қазақстанда болмаған. Енді біздің өзіміздің жобаларымыз бар. Енді білесіздер, Инстаграмнан бәрі көріп жатады. Бірнеше жобамыз бар. Қазіргі таңда Семей қаласына біз бір үлкен жоба әкеліп жатырмыз. 6 наурыз болады. Сол кезде бүкіл интернетта, Инстаграмда бәрін көре аласыздар. Жақсы, рахмет. Жаңа сөзіңізді айтып кеттіңіз, басқа қалаларға ашу жоспарлануда деп. Қазір 10 филиалы бар осы шығармашылық мектебінің. Қай қалаларда орналасқан және алдағы уақытта қай қалалардан ашу жоспарлануда? Шыны керек, бізде көбінесе франшиза сұрайды. Бірақ біз енді Назира екеуміз өзіміздің мектебімізді қатты жақсы көреміз. Енді біздің адамға қараймыз. Біздің адамның енді қандай мақсатпен келетінді көресің ғой. Одан бірінші енді сыртына қараймыз, бір айда қандай адам келіп тұр. Енді франшиза жағына келсек, енді бізге ең бастысы результат көрсету керек. Енді көбі табыс көзінде көреді, енді ол шыны керек, біздің мектебіміз табыстал келеді. Енді бізге ең бастысы ол адам балаларды жақсы көрек, жақсы көру керек. Балалармен бірге, қалай айтсам, өз туған сіңілі сақылды солай көру керек. Енді біз шыны керек Дубай жаққа қазір көзіміз түсіп жүр. Енді басқа қалалар әлі Атырау қаласы бізде тұр, Қарағанды қаласы тұр бізде. Енді көбінесе 10 филиал, оның бәрін етсем, шыны керек өзім хоте қалаушы болсам да, енді мектептің енді көбі жақтарын білмеймін. Кейбір қалада бізде 1-2 филиалына бар, солай бізде. Жақсы, рахмет. Енді серіктестер, олар бір-бірін толықтырып жатады, жұмыстары серіктестік арқылы ары қарай даму жатады деп айтамыз. Сіздердің өзіңіздің сіңіліңізден басқа қандай серіктестеріңіз бар осы салада? Бізде өте көп. Мен есігім бәріне ашық. Маған проектпен, жобамен келсе, мен сондай адам, мен офиста отырсам, масса келеді, көп адамдар келіп кетеді. Мен өзім творческий адам болғаннан кейін, мен жақсы көремін, когда адамдар идея айтады. Оны, мысалы, былай қарасақ, ауадан да бір проект жасап жүруге болады. Мен оны жақсы көремін. Серіктестер өте көп. Енді қазір бөлсем, біреуін қазір ат алмасам, ренжіп қалып жүрседі. Ата көп бізде серіктестер. Жақсы, рахмет. Енді жаңа сіңіліңізбен бірге бір жерде жұмыс істеу сізге қиындық болмады ма енді? Жұмыс болғаннан кейін ұрыс болып қалады? Жоқ, біздің арамыз 1,5 жас. Енді менің туған сіңілім Назира, ол енді операционканы ұстап отыр. Енді бүкіл финансы, мұғалімдердің зарплатасы, директор зарплатасы сол кісі арқылы өтеді енді. Мен қалай айтсам енді сол внешне жақта жүремін ғой, қарап. Жақсы. Енді сіз бір жағынан өзіңіз мәслихат депутатысыз, бір жағынан осындай бір үлкен бриллиант шығармашылық мектебін ұстап отырсыз. Енді осы екеуімен бір жағынан шығармашылық, бір жағынан саясатта жүрген сізге қиындық тудырмады ма? Жоқ, өйткені мен мектебімде команда бәрі бізде профессионалдар. Мен командама сенемін. Және де делегирование дейді ғой. Сен когда өзінің тайм-менеджмент деген бар, когда сен өзі күніңді қоясың, мысалы 8:00-да тұрасың, потом 9:00-да встреча, сон бәрін етсең, мен ойлаймын, бәріне үлгересің. Жақсы. Жаңа айтып қалдыңыз, 6 наурыз күні жақсы бір жоба басталғалы тұр деп, сол жоба туралы айтып берсеңіз. Топ профессионал of Семей, енді оның ең маңыздылығы премия ретінде өтеді. Және де бізде журнал бар, Топ профессионал в Казахстан. Сол журналды біз табыстаймыз. Енді 8 наурызға қарсы болғаннан кейін біз әр саланың әйелдерін атап өтеміз осы біздің жобамызда. Енді креативный проект ол бізде, креативный жоба болады. Енді 6 наурыз күні көресіздер деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Шығармашылық жұмысыңыз үшін уақытты сіз қалайынан бөлесіз? Тиімді уақыт бөлу жолдарын айтып кетсеңіз.
мен ойлаймын, творческий адамдар біз андай бір этот ойымызға бір жоба келсе, бір идея келсе, бізге уақыт та керек емес, түн күн емес, жүре береміз, істей береміз, немесін мақсатына жетпегенше деймін. Иә. Енді осы сіз шығармашылық мектепті ашқаннан бері бір ең қиын тұсы болды ма, немесе бір сәтсіздікке ұшырап қалған кездеріңіз болды ма, еске алсақ? Енді сондай ондай болған жоқ. Мен всегда енді позитивті адаммын өзі. Мен ойлаймын, егер біздің алдымызға осындай бір сын келсе, оны біз өту керекпіз. Енді солай болу керек. Не істейміз, барып енді жыламайсың, айғаламайсың, енді ол нені шешу керек, ол сынды да, ол проблеманың бәрін шешіп өту керек. Мен команда бізде қалады үлкен жобада, енді форс-мажорный ситуациялар дейді ғой. Сосын мен команданы жинап аламын, офисқа, ну-ка, жарайды, енді никто не умер, все, идем дальше работаем дегенде сол сақылды ғой бізде. Сіз өте қатал басшысыз ба, әлде жұмсақсыз ба? Өзіңіз қалай бағалайсыз? Енді мен командамды, мен өзімді басшы деп етіп бөлмеймін командам арасында. Өйткені қалай айтсақ, енді үлкен жобада қатал болам, оны мен командам біледі. Өйткені за кулисы жүрген кезде, енді массовый проект болғаннан кейін қатал болу керек. Өйткені бүкіл ответственность енді бізде жатқаннан кейін финансовый жағы, бүкіл подрядчиктардың алдында енді біз жауап береміз ғой. Енді мен өзім директор болғаннан кейін ол кезде қатал боламыз. Былай мен өзімді басшымын деп етіп бөлмеймін. Өйткені бәрімен бізде енді ондай субординация жоқ. Все так налегке ғой. Жақсы. Сіз үшін креативті индустрияның ең ұтымды тұсы қазіргі кездегі? Менді нақты айта алмаймын. Өйткені креативный индустрия енді дамып жатыр. 2 жыл кетті бізде Қазақстан бойынша. Енді ол жақсы площадка жастар үшін. Өйткені осы креативный индустрия не үшін жасалған? Ол именно табыс табу үшін, өзінің шығармашылық жағынан да, креатив жағынан. Өйткені қазіргі білеміз, енді бұрында мысалы сен профессиональный актер болу үшін сен оқу керексің, диплом. Қазір интернет бар, YouTube канал бар, сен там классный бір немен нетсең, видео түсірсең, уже болды, звезда болып кетесің деген ғой. И сол үшін креативный индустрия жасалған. Наоборот, жастарды дамыту үшін, қолдау беру үшін дегендей, жолдарын көрсету үшін, сол үшін жасалған. Жақсы, рахмет. Енді осы бриллиант шығармашылық мектебінің ең алғашқы түлектерін есіңізде ме әлі күнге дейін? Иә, мен ол түлектерім қыздар ғой, тұрмысқа да шықты, ол қыздардың балалары бізге келіп жүр. Енді иә, бәрін білем. Енді жақсы жұмыстарға орналасты, иә, жақсы мамандар. Енді көбі біздің түлектеріміз бізде жұмысқа қалады. Біз жұмысқа қалдырамыз, кейбір қалған филиалдардың директоры болып отыр. Мысалы, біз оларға сондай табыс көзін береміз дегенде Назира екеуміз. Енді теңгенің екі жағы бар, иә? Сол жақсы тілектеріңізбен бір ішінде болды ма, кісімсініп кетеді деп айтып жатамыз ғой сондай? Жоқ, бізде ондай жоқ. Сіздің оларға деген көзқарасыңыз қалай? Қай жағынан? Енді мысалға адамдар болады ғой, жоқ, мен мектепті бітірдім, бірақ та менің беделім бар, менің ақшам бар. Жоқ, бізде ондай болған жоқ. Енді қазір орысша айта кетейін, люди идут на людей демекші. Вот сен өзің қандай адамсың, сондай адамдар саған келеді. Сондай ата-ана келеді. Сен өзің егер былай негативпен келіп отырса, конечно, бәрі семен етеді. Енді сен өз жұмысыңды біліп отырсаң да, мысалы, адамдарды дұрыстап қарсы алып, да, бәрі түсіндіріп отырсаң, енді мен ойлаймын, ондай негативті нелер болмайды. Енді болады хейтерлар, енді, это, как сказать, бұл өмір. Иә, сол арқылы шыңдала береді дейсіз ғой. Жақсы, рахмет. Енді осы уақыт аралығында сіздерде мектепте қанша түлектер болды? Сол 10 мыңдай ма, көбірек болды. Оны мен Назира біледі, мен туғансына операционканы. Жақсы, рахмет. Креативті индустрияға енді аяқ басып жүрген жастарға қандай мотивациялық кеңес айта аласыз, немесе бағыт-бағдар бере аласыз? Кеңесім, қорықпау керек, өзіңді айту керексің, ең бастысы жеке брендті дамыту керек. Сол жағынан. Жақсы, рахмет. Енді
алтын уақытыңызды бізге бөліп осылайынан келіп сұхбат беріп отырғаныңызға сізге тек қана таусылмас бақыт тілейміз. Шабытыңыз ұштала берсін әрі қарай. Көрермендерге мереке кезінде айтатын тілегіңіз бар ма? Енді 8 наурыз мейрамы келе жатыр. Енді ол біздің мейрамымыз. Ең бастысы денсаулық тілеймін. Туған туыстарымыз аман есен болсын. Енді қазіргі таңда бізде бәрі бар, ресурстар бар. Енді өзіңді ғана көрсете білу керек, жеке брендін дамыту керек. И мен әрдайым айтам, ниетіміз дұрыс болу керек. Енді бәрі жақсылық болсын, өстіп әдемі болып құлпырып жүре берейік. Жақсы, рахмет. Сізде көктемде құлпырып, жаздай жадырап жүре беріңіз. Құрметті көрермен, біз қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.